Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге шығыс ақпарат жаңалықтар жобасы. Студияда мен Жайна Маратқызы. Біздің жобамыз еліміздің ірі тау-кен металлургиялық компаниясы Казцинктің техникалық қолдауымен жүзеге асып жатқанын естеріңізге сала кетейін. Қазір әлем орасан өзгерістер кезеңінде тұр. Жасанды интеллект, үлкен деректер, платформалық экономика сынды құбылыстар тек технология саласын ғана емес, жалпы адамзаттың өмір сүру салтын қайта қалыптастырып жатыр. Бұл үдеріс әсіресе жастардың болмыс бітіміне, дүние танымына тікелей әсер етуде. Мемлекет басшысы өз жолдауында осы жаһандық өзгерістерге нақты, батыл жауап беруі қажет екенін атап өтті. Президент атап өткендей, еліміз 3 жыл ішінде жаппай цифрландырылған мемлекетке айналуы керек. Бұл дегеніміз экономиканың барлық саласында цифрлық шешімдер, жасанды интеллект пен заманауи технологияларды енгізу міндеті тұр деген сөз. Мұндай ауқымды өзгеріс үшін заңнамалық негіз керек. Сондықтан президент цифрлық кодекс қабылдауды күн тәртібіне шығарды. Ал жас ұрпақ осы цифрлық болашақтың негізгі драйвері. Олар жаңа дәуірдің талаптарын бойына сіңіріп, технологияны игеріп қана қоймай, оны дамытуға үлес қосуға тиіс. Ендеше осы мәселеге байланысты сарапшылар не дейді? Сөз кезегін сала маманына берейік. Бүгінгі таңда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауын тыңдадық, және соның ішінде енді өзімізге атап кететін жайттарының бірі, ол тарихи сәттердің бірі, ол өзіміздің Қазақстанымызда, мемлекетімізде жасанды интеллекттің министрлігі ашылу туралы естіп отырмыз. Ол дегеніміз тек қана біздің хабқа үшін емес, сонымен қатар бүкіл IT дамытып жатқанымыз үшін жоғары оқу орындары болуы мүмкін, мектептер болуы мүмкін, және басқа да бизнес инкубаторлар болуы мүмкін. Солардың барлығына өте керемет жаңалықтардың бірі. Бізде Шығыс Қазақстан техникалық университетінде көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр бүгінгі таңда. Ол жасанды интеллектке байланысты болуы мүмкін, және сонымен қатар біз былтыр біздің университетімізде, Шығыс Қазақстан техникалық университетінде жасанды интеллектке байланысты жаңа бір орталық аштық. Ол орталықтың базасында бізде студенттер мен кәсіпорындар бірлесе жақсы жоғары деңгейдегі жобаларды жүзеге асырады. Жаңа ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауын тыңдадық. Ол жерде жасанды интеллекттің және цифрландырудың біз үшін өте маңызды екенін атап өтті. Біздің факультетте жасанды интеллект саласында, цифрландыру саласында және автоматтандыру саласында қызмет ететін мамандар әзірлейді. Осы жолдауды бізге жеке бағытталған жолдау деп түсінемін. Біздің университетке, яғни жоғары оқу саласына балалардың дайын болып келуі де маңызды болып табылады. Қоғамның тұрақты дамуы үшін ең алдымен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен су инфрақұрылымы сенімді болуы шарт. Президент өз жолдауында осы саланың ондаған жыл бойы ескерусіз қалып, бүгінде әбден тозғанын ашық айтты. Бұл мәселені шешу үшін мемлекет жаңа басқару үлгісін ұсынғалы отыр. Сонымен қатар президент су ресурстарын сақтау мәселесіне ерекше тоқталды. Бүгінгі таңда су тапшылығының алғашқы белгілері сезілуде. Көп каналдарда судың жартысынан көбі далаға кетіп жатыр. Ескі инфрақұрылым, заманауи технологиялардың жоқтығы үлкен кедергі. Сондықтан су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру, заманауи құрылғылар орнату, сондай-ақ суды заңсыз пайдалануға жол бермеу кезек күттірмейтін міндетке айналып отыр. Негізгі мәселенің тағы бір бөлігі таза Қазақстан бағыты бойынша, оның ішінде мынау су тапшылығы. Президентіміз атап өтті, сусыз өмір жоқ деп. Яғни су мынау аралдың нәтижесін көріп отырмыз. Сонымен қатар қазіргі Каспий мәселесіне жеке көңіл аударды. Соның ішінде біздің Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті суды тазалау бойынша судың тапшылығын жоқ қылу мақсатында фильтрларды ойлап тапты. Сол ғалымдарымыз қазір осы уақытта жұмыс жасап отыр. Қазақстан президенті жолдауында инвестиция тарту мәселесіне ерекше назар аударылды. Қазіргі уақытта инвестициялар негізінен шикізат саласына бағытталып отыр. Ал өңдеу және жоғары технологиялық секторларға көңіл бөлінуі төмен. Үкіметке инвестициялық саясатты жаңартып, қаражатты тиімді бағыттау, сонымен бірге инвестиция тарту процесін премьер-министрдің бақылауына беруді тапсырылды. Бұл орта және шағын бизнеске де мүмкіндік беріп, жүйенің жеңілдеуіне септігін тигізеді. Осы шаралар елдің экономикалық дамуын жеделдетуге бағытталған маңызды қадам болып табылады. Мемлекет басшысының бүгінгі жолдауында айтылған жасанды интеллект арқылы
еліміздің экономикасын дамыту, халыққа нақты жағдайлар жасау, әлеуметтік жағынан да экономикалық жағынан мүмкіндіктер жасау бұл өте үлкен шешім болды. Бұл жерде біздің елімізге инвестицияны тарту бойынша арнайы комитеттің құрылуы, онымен қатар жаңағы инвестиция тарту арқылы өндірістің дамуы, сонымен қатар еліміздің экспорттық потенциалын бағытты дамыту бойынша үлкен іс-шаралар нақтыланды, бағытталды, жоспарланды. Осы даму бойынша елімізге, халқымызға, жай ғана халыққа өзіміздің барлығына мүмкіндіктер береді деп ойлаймын. Барлық мүмкіндіктер еліміздің экспорттық потенциалы дамыған кезде халықтың әл-ауқаты, мүмкіндіктері, жағдайы жақсарады. Сонымен қатар инвестицияның тартылуы, оның өнеркәсіпке, өндіріске енуі бұл еңбек өнімділігін арттырып, қосымша құнның да дамуына одан сайын ұлғаюына түседі. Еліміздің экономикасы, оның ішкі өнімі және сыртқы шығатын өнімдердің дамуы, ол біздің экономикамыздың өте жоғарғы деңгейде ұлғаюына мүмкіндік береді деп ойлаймын. Жолдауда туризм саласының әлеуеті мен оны жүйелі түрде дамыту қажеттілігі алға тартылды. Мемлекет басшысы кәсіби кадрлар мен инфрақұрылымның толық дамымауы саланың бәсекеге қабілеттілігін төмендетіп отырғанын айтты. Жалпы биыл жаңағы елбасының жолдауында естіп отырсақ, жалпы жасанды интеллект мәселесіне өте көп тоқталды. Әсіресе соның мына ішкі туризм, отандық туризмнің дамуына үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Соның ішінде жаңағы елбасының өзі айтты, Катон-Қарағай мен Зайсанда салынып жатқан әуежайлардың ішкі туризмнің дамуына өте септігін тигізеді. Сонымен қатар өзекті мәселелердің бірі туризм саласындағы маман тапшылығын елбасы баса айтты. Сондықтан мен ойлаймын, осы аймақтағы жоғарғы оқу орындар бар, колледждар бар, осы туризм саласындағы маман дайындау мәселесіне өте бір жіті бақылауға алулар керек деп ойлаймын. Президент туризм дамыту жөнінде біздің Шығыс Қазақстан үшін ол өте маңызды. Зайсан мен Катон-Қарағай аэропорттары салынып отыр. Ол деген туристік биылдың өзінде көріп отырмыз. Туристердің саны артып келе жатыр. Ол деген жаңа жұмыс орындары, ол деген бізге келетін капитал, инвестицияның әлеуетін жоғарлатады деп ойлаймыз. Президент өз жолдауында тағы бір жаңа бастаманы жария етті. Парламенттің бір палаталы жүйеге көшуі. Бұл ретте депутаттар тек партиялық тізімдер бойынша сайланатын болады. Мұндай өзгеріс заң шығару рәсімдерін жеңілдетіп, саяси жүйеде партиялардың рөлін күшейтуге бағытталған. Алайда бұл асығыс қабылданатын шешім емес. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл реформаның терең қоғамдық талқылауды және барынша ашықтықты талап ететінін баса айтты. Талқылау кемінде бір жылға созылады. Одан кейін 2027 жылы референдум өткізу жоспарланып отыр. Соған сәйкес Конституцияға өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында 2022 жылы басталған саяси реформаның жалғасып жатқанын атап өтті. Жолдауда айтылған маңызды ұсыныстардың бірі парламент сенатын таратып бір палаталы жүйеге көшу бастамасы болды. Бұл саяси жүйені оңтайландыруға бағытталған қадам. Халықаралық тәжірибеде мұндай үлгілер бар. Мысалы, Қытай секілді халқы көп елде де бір палаталы парламент жұмыс істеп келеді. Тіпті Ватикан сияқты шағын мемлекеттерде де дәл осы модель қолданылады. Демек, бір палаталы жүйе тиімділігін дәлелдеген басқару формасы. Президенттің бұл бастамасы халықпен кеңесу арқылы жүзеге аспақ. Сол себепті 2027 жылы бұл мәселе бойынша жалпы ұлттық референдум өткізуді ұсынды. Бұл демократиялық процестің жарқын көрінісі. Мемлекет басшысы жас ұрпақтың қоғамдағы орны мен жаңа дәуірдегі патриотизмнің мән маңызына тоқталды. Президенттің айтуынша, жастар Қазақстанды дамыған әрі өркениетті мемлекет ретінде көргісі келеді. Олар заманауи технологияларды меңгеріп, елді озық ойлы ұлттар қатарына қосуға талпынып отыр. Мемлекет басшысы өскелең ұрпақтың бойындағы патриотизм болашаққа деген шынайы ұмтылыстың айқын көрінісі екенін атап өтті. Біз кеше кім болғанымызды ұмытпаймыз. Төл тарихымызға құрметпен қараймыз. Ал келешекте кім болатынымыз тек қана өз қолымызда екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан ғылым білімге ұмтылған, елін жерін көркейтуді ойлаған жастарға әрдайым жан-жақты қолдау көрсете береміз. Біз қолға алған ауқымды жұмыстың бәрі жастардың жарқын болашағы үшін жасалып жатыр.
Жақында өткен жиында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов нақты нәтижелермен бөлісу үшін тек жоспарлармен шектелмей билік, бизнес, ғылым және қоғам өкілдерінің күш-жігерін біріктіру қажет екенін атап өтті. Бұл өңірді цифрлық серпілістерге арналған алаңға айналдыруға мүмкіндік береді. Осыған орай алдағы бірнеше айда салалық басқармалар, сарапшылар қауымдастығымен бірлесіп, цифрландырудың жол картасын әзірлей бастайды. Аталған құжат жасанды интеллектіні түрлі салаларға кезең-кезеңімен енгізудің негізгі құралы болуы тиіс. Сондай-ақ өңірлік IT қоғамдастық құру Шығыс Қазақстандағы цифрлық бастамаларды ілгерілету мен мамандар даярлау ісіне ортақ ресурстар мен құзыреттерді біріктіруге жол ашады. Бүгінгі жолдаудағы әр бағыт біздің болашаққа қойған нақты әрі маңызды мақсатымыз. Ендеше бірге еңбек етіп, елімізді биікке шығаруға барынша күш салайық. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Құрметті көрермен, лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыздар. Егер сізде әлеуметтік маңызы бар оқиғалар, оқыс жағдайлар, фото немесе видео болса, төмендегі нөмірге жолдай аласыз. Жобаға техникалық қолдау көрсеткен үшін ірі металлургиялық кәсіпорын Казцинк компаниясына алғыс білдіреміз. Сіздермен бірге болған мен Жайна Маратқызы, амандықта жүздескенше.